Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз қазақ тілі пәні бойынша 5 сынып оқушыларына екінші сабақты өтетін боламыз. Оқушылар, бүгін біз дыбыс деген не деген тақырыппен танысатын боламыз. Дыбыс және әріп. Біз бұл сабақта дыбыс пен әріпке тән ерекшеліктермен, қазақ тілінің төл дыбыстарын таңбалайтын әріптермен танысамыз. Дыбыстың қалай пайда болатынын және қандай жылдамдықпен таралатынын білетін боламыз. Бірінші тапсырма, оқылым тапсырмасы, мәтінді оқыңдар. Дыбыс тербелістер арқылы пайда болатын энергияның түрі. Дыбыс таралу үшін газ, сұйықтық және қатты күйдегі орта қажет. Егер дыбыс таралатын орта болмаса, дыбыс та болмайды. Дыбыс таралатын жылдамдық дыбыс жылдамдығы деп аталады. Дыбыстар қатты денелер арқылы өте жылдам, сұйық ортада баяуырақ, ал газды ортада өте баяу қозғалады. Бізді қоршаған ортада тіл дыбыстарымен қатар басқа да түрлі дыбыстар кездеседі. Мысалы, табиғат құбылыстарына тән дыбыстар, жасанды дыбыстар, жануарлар тілі. Осындай барлық дыбыстан жалпы сипатын қарастыратын сала акустика деп аталады. Бірінші А тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша төмендегі сұрақтарға жауап беріңдер. Дыбыс дегеніміз не? Дыбыс тербелістер арқылы пайда болатын энергияның түрі. Табиғатта дыбыстың қандай түрлері кездеседі? Табиғат құбылыстарына тән жасанды дыбыстар, жануарлар тілі кездеседі. Дыбыстардың таралу жылдамдығы неге әртүрлі? Қатты денелер арқылы өте жылдам, сұйық ортада баяуырақ, ал газды ортада өте баяу. Бірдің Ә тапсырмасы. Суреттерде не бейнеленген және олар қалай дыбыстайды? Қасқыр ұлиды, ырылдайды. Қой маңырайды. Бақа бақылдайды. Қарға қарқылдайды. Ара ызылдайды. Дыбыс және әріп. Дыбыс дыбыстау мүшелері арқылы жасалады. Дыбысты естиміз, әріп арқылы жазамыз. Әріп дыбыстардың жазудағы таңбасы, оны көреміз. Қазақ тілінде 42 әріп бар. Оның 28-і қазақ тілінің төл дыбыстарын таңбалайды. А, Ә, Б, Г, Х, Д, Е, Ж, З, И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, У, Ү, П, Р, С, Т, У. Дауыссыз тау. О, Ү, Ш, Ы, І. Ал қалғаны В, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Е кірме сөздерді таңбалау үшін қолданылады. Ал Я, Ю, Ё, У, И әріптері бірнеше дыбыстың қосындысын таңбалайды. Оны біз төмендегі мысалдардан көре аламыз. Кейбір әріптердің дыбыстық мәні жоқ, жіңішкелік және айыру белгісі, ал Х дыбысы қазақ тілінде бірнеше сөзде ғана кездеседі. Екінші тапсырма оқылым тапсырмасы. Мәтінді түсініп оқыңдар. Мәтін қос әріп неге жылады деп аталады. Ұстаздың сыныпқа кіріп келгенде көргені, біреулер қорс-қорс жылап отыр. Байқап қараса, жіңішкелік белгісі мен айыру белгісі екен. Не болды деп сұрады ұстаз. Мыналар ғой деді, жыл орнынан жеңіл ұшып тұрып. Оларды шетқақпайлап жүр. Не дейді сонда? Дыбысқа жатпайсыңдар, біздің арамызда не қып жүрсіңдер, дейді. Аналар болса, одан бетер еңкілдеп қоя береді. Ұстаз еріксіз күліп жіберді. Сендер енді жеке тұрып таңбаланбайтындарың рас. Алайда, әркімнің қабілетіне қарай лайықты қызметі болады. Сендер дауыссыз дыбысқа қызмет етесіңдер, олардың жіңішке айтылуын қадағалайсыңдар, ажырату қызметін атқарасыңдар. Тілімізде қазақша баламасы табылмай жүрген орыс тілінен енген сөздер қаншама? Мысалы, коньки, батальон, съезд, разъезд. Жіңішкелік белгісі мен айыру белгісі еңселерін көтерді. Күлімдеп қоя берді. Бірде лайықты өз орның болғанына не жетсін? Сол сәтте қоңырау даусы да сыңғыр етті. Екінші А тапсырмасы. Мәтін мазмұнына сәйкес келмейтін артық сөзді табыңдар. Артық сөз оқиға мектепте өтіп жатыр, ал бұл жердегі артық сөз көшеде. Сол сияқты екінші мәтінде дыбыс, үшінші
таңбалайды. 4-ші бас әріптің, 5-ші біріктіру. Артық сөздерді тауып шықтық. Жарайсыңдар оқушылар. Келесі 2-нің ә тапсырмасы. Берілген сөздерде неше әріп, неше дыбыс бар? Ұстаз 5 әріп, 5 дыбыс. Белгі 5 әріп, 5 дыбыс. Циркуль 7 әріп, 6 дыбыс. Сөздер 6 әріп, 6 дыбыс. Коньки 6 әріп, 5 дыбыстан тұрады. 3-ші тапсырма. Айтылу бойынша берілген сөздер дұрыс жазыңдар. Ми, тиын, биыл, ки, е, мұқият, аю, ұю деген сөздер. 4-ші тапсырма. Нөмірі 5-ші аудионы тыңдаңыздар. Тыңдалым мәтіні бойынша төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бұл жерде 4 сұрақ берілген оқушылар. Аудионы тыңдау үшін кітаптың соңғы жағында дискі берілген, сол арқылы аудионы тыңдай аласыздар. Өкінішке орай аудио бізде жоқ болып тұр. 5-ші тапсырма. Суреттегі аң атауларын жазып, ол сөздерде неше әріп, неше дыбыс бар екенін анықтаңдар. Аю 2 әріп, 3 дыбыс. Түлкі 5 әріп, 5 дыбыс. Қоян 4 әріп, 5 дыбыс. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Сау болыңыздар.